Қош келдіңіз. Бұл жай ғана медитация емес. Бұл таңғы ішкі баптау. Бұл жаңа күнді қалай қарсы алатыныңызды таңдауға арналған уақыт. Бұл ойларыңызды, көңіл күйіңізді және назарыңызды өзіңіз қалаған бағытқа бұруға арналған тәжірибе. Мен әдейі музыка қоспадым. Өйткені бастысы сырттағы дыбыс емес, өз ішіңізде оянатын күй. Сондықтан қазір өзіңізге ыңғайлы орын табыңыз. Денеңізді еркін ұстаңыз. Иықтарыңызды босаңсытыңыз. Бетіңізді жұмсартыңыз. Барлық артық кернеуді жіберіңіз. Сөздерді талдауға немесе бағалауға тырыспаңыз. Тек тыңдаңыз. Өзіңізге қарсы шықпай, сөздердің санаңызға және жүрегіңізге ақырын қонуына мүмкіндік беріңіз. Бұл уақыт өзіңізге оралу уақыты. Бұл уақыт күніңізді саналы түрде бастау уақыты. Ал енді сыртқы әлемге емес, өз ішкі әлеміңізге назар аударып, жаңа күнді ашық жүрекпен қарсы алайық. Кешегі күннің қандай болғаны маңызды емес, жаным. Бұл таң сенің алақаныңа құдіретті жаратушы күш мейіріммен сыйлаған мүлде жаңа әлем. Мен сенің мұны жай ғана естіп қоймай, жүрегіммен сезінгеніңді қалаймын. Әрбір арайлап атқан таң өмірдің үнсіз сыбыры. Қайта баста. Қайта таңда. Өзіңе жаңа мүмкіндік бер. Әрқашан таңғы уақыттың ішінде ерекше, таңғажайып қасиет бар. Таң әлем саған өз жүгін салмай тұрып, жаныңды жоғары көтеріп, дайындалып күш жинап алатын уақыт. Дәл осы сәт, шудан бұрын, асығыстықтан бұрын, бүгінгі күннің салмағы иығыңа түспей тұрып, сенің шынайы ерік жігерің өмір сүретін кеңістік. Сондықтан қазір менімен бірге баяу тыныста. Өзіңді сағынып тапқандай тыныста. Өзіңді үйіне қайта оралғандай қарсы ал. Сен осы сөздерді әр таң сайын жүрегіне әбден сіңіріп алуға тыңдай бер. Өйткені қайталау адамды өзгертеді. Қайталау жүректі жұмсартады. Қайталау жанға жаңа шындықты үйретеді. Ал біз үйреніп жатқан тіл махаббаттың тілі. Бүгін сен өмірді махаббатпен бастайсың. Таң бұл шақыру. Кім болатыныңды, қандай болғың келетініңді, қалай өмір сүргің келетініңді қайтадан таңдауға шақыру. Әлемге қандай энергия апаратыныңды таңдауға шақыру. Өзіңнің ең жарық, ең нәзік, ең биік болмысыңа қадам жасауға шақыру. Сен әрқашан есіңде мына өсиеттерді ұғып ал. Сенің таңың бүкіл күніңнің дәні. Оны ниетпен ек. Жұмсақтықпен суар. Махаббатпен өсір. Көзіңді ашып. Шүкір деп сыбырлаған сәтте-ақ күніңнің энергиясы өзгереді. Бүгін жаңа өмірдің басы деген кезде рухың қайта тыныс алады. Мен бұл күнді қуанышпен және махаббатпен қарсы аламын деген кезде жүрегің ашылады. Ал ашық жүрек ғажайыптардың мекені. Сондықтан шүкіршілік жай практика емес. Бұл өмір сүру әдісі, адамның ішкі күйі, энергиясы. Шүкіршілік өзіңе жетіспеушілікті емес, молшылықты көруді үйретеді. Санаңа қорқынышты емес, берекені күтуді үйретеді. Жүрегіңді өмірден қорғануға емес, өмірге ашылуға үйретеді. Қарашы, сенің тынысыңның өзі ғажайып. Жылы төсегің мейірім. Терезеден түскен жарық өмірдің саған жазған махаббат хаты. Өмір сені әлдеқашан жақсы көреді. Шүкіршілікпен өмір сүргенде денеңнің қалай өзгеретінін сез. Осы тыныс үшін рахмет дегенде жүйкең тынышталады. Осы таң үшін рахмет дегенде денең жұмсарады. Өмірің үшін рахмет дегенде жүрегің жарық шашады. Шүкіршілік жай ой емес. Бұл вибрация. Бұл жүректің жиілігі. Ал сен шүкіршіліктің энергия жиілігінде, вибрациясында болғанда, өмір де саған дәл сондай энергиямен, жиілікпен жауап қайтарады. Есіңде болсын. Өмір өте қарапайым. Не таратсаң, қандай энергиямен бөліссең, соны қайтадан алақаның аласың.
Махаббат таратсаң, махаббат саған жол табады. Жарық таратсаң, өмірің жарықтанады. Қуаныш таратсаң, қуаныш сен күтпеген жерден гүлдей бастайды. Ал енді көп адамды шаршататын бір әдет туралы сөйлесейік, ол бәрін бақылауға тырысу, бәрін бақылап жүрсем деген ой бағдарламасы. Қандай ауыр жүк. Ояна сала бүкіл әлемнің жауапкершілігін иығыңа іліп алу қандай шаршататын нәрсе. Жаным, сен ғаламды басқаруға міндетті емессің. Сен ғаламға сенуді үйренгенің жөн, үлкен құдіретті күшке тапсырып, сеніп үйренуің дұрыс. Өмірді сүйреудің қажеті жоқ. Өмірмен бірге ағысқа түсу керек. Таң осыны еске түсіретін қасиетті уақыт. Саған бәрін шешудің қажеті жоқ. Бәрін түсінудің қажеті жоқ. Бәрін жөндеудің де қажеті жоқ. Саған тек рұқсат беру керек. Күннің өз ырғағымен ашылуына рұқсат бер. Жауаптардың өз уақытында келуіне рұқсат бер. Айқындықтың жүрегіңе қонуына рұқсат бер. Шешімнің өзіңді табуына рұқсат бер. Әр нәрсені бақылауды тоқтатқан кезде, сен өмірдің сені ғажайып жолдармен қолдауына есік ашасың. Бақылама. Сен шын жүрекпен сеніп үйрен. Рұқсат бер. Осыны шын түсінген адамдар жеңілдейді. Жеңіл сезіммен, жеңіл энергиямен өмір сүріп үйренеді. Тынышталады. Жүрегі тынышталады. Жарқырай бастайды. Егер сен күніңді қобалжу, қорқу емес. Шын сеніммен бастасаң, өмірің қалай өзгерер еді? Егер алғашқы ойың стресс емес, жұмсақтық болса ше? Егер алғашқы ниетің мен бәрін көтеруім керек емес, өмір мені бағыттап тұр болса ше? Маған тек жүрегімді тыңдау керек деп бастасаң ше? Осы кішкентай ішкі ауысым бүкіл тағдырды өзгерте алады. Өйткені сенім тазалық. Сенім дұға. Сенім жарыққа ашылған есік. Ал сен өмірге сенім жіберген кезде, өмір саған үйлесіммен жауап береді. Сондықтан бүгін таңертең мен сені жаңа энергия күйіне шақырамын. Қолыңды жүрегіңе қой. Баяу тыныс ал. Жұмсақ сыбырла. Өмір мені жақсы көреді. Мені жарық бағыттап тұр. Мен көрмесем де, қолдау алып жатырмын. Осы сөздерді айтқанда жүрегімнің қалай жұмсарғанын сез. Денеңнің қалай ашылғанын сез. Ішіңдегі ауырлықтың, денедегі кернеудің денеңді босатып, денеңе еркіндік пен жайбырақат сезімі орын алып тұрғанын сез. Тәннің жайбырақат сезімі мен энергиясының үйлесімін сез. Саған бүкіл жолды алдын ала көріп алу міндет емес. Келесі қадамға сену жеткілікті. Ал келесі қадам әрқашан келеді. Кейде тыныш келеді. Кейде найзағайдай жарқ етіп келеді. Кейде күтпеген есік болып ашылады. Бірақ ол міндетті түрде келеді. Өйткені өмір саған қарсы емес. Өмір әрдайым сен үшін жұмыс істейді.